Ассалаумағалейкум достар, Edit парақшасындағы сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мына мониторда жабамыз, әзірге бізге қажет емес. Басты мониторды қалдырамыз. Әрмен қарай мына үстіндегі кнопкалармен танысатын боламыз. Quick Export, Mixer, Metadata, Inspector. Жеке-жеке тоқталамыз. Quick Export аты айтып тұрғандай, мына кодектердің настройкалары дайын тұр. Тек экспортты басып, әрмен қарай жұмыс жасай береміз. Мына соцсеттерге жүктеу үшін мына жерде міне өзіңіздің логин пароліңізді жазып, сосын барып міне экспорттайтын боласыздар. Достар, енді миксермен таныстырамын. Миксерде міне интервьюді алып қоямыз. Дауысын тыңдаймыз. Біздің мақсат 3 нүктені көрдіңіз ғой? Осы жерге басып қарасаңыз, міне мына біріншісіне қоямыз. Қойсаңыз, звуктың уровень тексереміз. мақсатымыз мына шалқар көңіл. Сосын қайтып басып, мына миксерге қоюға да болады. Ертең шілденің. Мынау біздің ауди каналды көрсетіп тұр, міне. Ауди 1, міне ауди 1. Мынау бізде общий звукты көрсетеді. Амандық болса қатысатын боламыз. Сол жердегі общий звуктан да басуға да болады. Бұл жерде енді аса көп ештеңе жоқ. Мысалға міне мынаның звугын мына жерге қоятын болсақ, міне ауди 2. Ауди 2 пайда болды. Мынау общий звукты басатын бізде кнопка мынау. Әрмен қарай мына видео туралы ақпаратты міне осы жерден көруге болады. Метадата. Былайша айтқанда характеристика деп айтса да болады шығар. Қай минуттан басталды, ұзақтығы, хронометражы, фрейм рейт, міне мынаның бәрін, глубина, цвета, прогрессив, қандай немен түсірілген, осының бәрі. Егер де сіз үлкен проектімен жұмыс жасайтын болсаңыз, ол кезде былай жасауға болады. Мына кнопканы басып, міне мынаны басамыз. Мына видеоңыз туралы ақпаратты жазуға болады мына жерге міне. Міне, көрдіңіз ба? Цветін өзгертіп, одан кейін өзіңізге керекті камера қандай, номерін, клиптің номерін, эпизод бәрін жазамыз ол кезде. Маркер қоямыз одан кейін. Бұл енді үлкен проектілерге арналған. Инспектордың ішінде видео дегенге кіреміз міне. Мына видеоны қозғайды. Кішірейтеді, үлкейтеді, солға, оңға жылжытады, астыға, үстіге жылжытамыз міне. Мынадай бір функция бар, цеп. Егер де мына цепті айырсақ, басып айырсақ, қараңыздар. Көрдіңіз бе? Ол кезде бір жақ жағына қозғалып тұр да, екінші жағы қозғалып тұрған жоқ міне, қараңыз. Мына қозғалып тұр, мына қозғалмайды міне. Кейін қарай қайтарып, міне. Кейін қарай қайтарып, цепті қайтадан қосамыз, міне орнына қосып қойдық. Көрдіңіз бе? Екеуі бірге қозғалып тұр міне. Мынау да 480, мынау да 480. Кейін қарай қайтарамыз, тағы да басып көрсетемін. Цепті бастық, мынаны көрсетейін. Осылай да жасауға болады міне. Кейін қарай қайтаратын болсақ, міне мынау. Осылай. Қозғадық. Егер қайтадан орнына келетін болсақ, мына жерде егеріп бассақ та болады. Немесе мына кнопканы бассақ та болады. Бәрін орнына келіп қояды ол кезде. Одан кейін міне rotation айналдырамыз. Мына жанындағы кнопкалар. Мынаны басатын болсақ, барлығын бүкіл жасалған операцияны кейін қарай қайтарады. Мынадай функция бар. Жанында кейін қарай қайтарамыз. Басамыз. Мынау да сондай. Кейін қарай қайтарамыз міне. Қазір мен дыбысын басып қояйын. Мысалға міне мына жанындағы міне мынадай нүктені көріп тұрсыз ба? Бұл нүкте бізге анимация жасау үшін керек. Айталық, міне мына жерде тұрды. Мынаны бастық. Шамал жылжытамыз. Кейін қарай төмен түсіреміз. Жылжытамыз. Енді міне қараймыз. Түсіндіңіз бе? Міне мына нүктелер сол үшін қажет. Алдындағы нүктеге міне мына стрелкалық арқылы қозғалуға болады. Міне қызыл жанды анимацияның точкасы бар деген сөз, міне қызыл жанып тұр. Одан кейін тағы да жылжимыз. Міне жанып тұр. Ең біріншісіне бардық міне.
Одан кейін стрелка жоқ деген сөз, значит мына жағында уже нүкте жоқ деген сөз. Одан кейін қарай басуға болады. Міне мына кнопкаға келіп оң жағын бассаңыз, міне мынадай бізде окошко пайда болады. Соған біріншісі линия деп тұр, одан кейін easy out, выход. Осыған бассақ, мінекейіңіз, бассақ, сосын мына жерде міне мынаны басамыз, міне мына белгіні. Оң жағын бастық, линияға қойдық. Міне түп түзу болып тұр, көрдіңіз бе? Енді мынаны оң жағын басып, нүктеге келіп, easy outқа қойсақ, көрдіңіз бе? Кішкене ғана майысты мынау. Бұл жерде уже плавный қатысымен дыбысын басып қояйын, дыбыс қажет емес бізге. Мінекейіңіз, плавный, көрдіңіз бе? Одан кейін мынаны екіншісін инге қоямыз. Міне одан сайын майысты, байқадыңыз ба? Линия ин, көрдіңіз бе? Майысты міне. Енді осыны кнопканы бассақ, міне мынадай бізге кішкентай мұрт сияқты пайда болды. Соны астыға қарай тартып жұмыс жасауға болады. Енді қараңыз, міне бізде не пайда болды? Байқадыңыз ба, бізде жұмсақ, плавно жұмыс жасап тұр бос тұрғанда міне. Егер де мынаны жоғары қарай қойсақ, байқадыңыз ба? Міне енді линияға қоямыз. Байқадыңыз ба, жоқ болып кетті міне. Мынаны линияға қоямыз, міне тіп-тіке болды. Бұл кезде уже бұл енді алдындағыдай жұмсақ емес. Байқадыңыз ба? Жұмсақ емес ондай. Сондықтан да жаңағыдай функциямен жұмыс жасауға болады. Міне жабамыз. Басқа бір функцияны көрсейін. Position. Нүктені бастық. Кішкене жылжытамыз. Жоғарыға жылжытайық. Кез келген бір анимацияны мысал ретінде көрсем сіздерге. Мінекейіңіз. Бізде міне мына нүкте пайда болды жаңағы. Бұған да сондай, міне оң жағын бассаңыз, ин пайда болды. Міне out. Міне кішкентай мұрт пайда болды мына жерден. Міне үлкейтіп қарайтын болсақ, мына мұртты алып жоғары қарай тартуға болады. Жұмыс істеңізде. Мына байқадыңыз ба? Жоғары қарай кетіп қалды. Төмен қарай плавно жұмыс өйтуге де болады, түсіруге де болады. Мына функцияға біз таймлайнмен сабақ өткен кезде толығырақ нақты тоқтайтын боламыз. Мына инспектордың сабағы осы тұрғанда мына нүктелердің функциясын көрсетіп жатырмын сіздерге. Операцияның бәрін кейін қарай қайтару үшін мына үстіндегі мына кнопканы басамыз міне. Тағы да бір мысал көрсетейін. Мынаны бастық, шамалы жылжытамыз. Жылжытамыз, одан кейін қайтадан орнына келіп қоямыз. Шамалы жүргеннен кейін мынаны басамыз. Бұлай қозғалтуға болады. Шамалы жүреміз, екіген қарай әкеліп қоямыз. Енді қараймыз. Түсіндіңіз ба? Міне мына нүктелер сол үшін қажет бізге. Одан кейін міне кроп, бұлай жылжыта беруге болады. Жандарын қиып тастауға болады. Видео кадр қозғалмайды, тек жандарын қиямыз. Мұны астындағы функция бұл окантовка жасайды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне бұл жер дыбыспен жұмыс жасайтын жер. Өздеріңіз қозғап қарасаңыздар да болады. Одан кейінгі міне эффекті. Бұл бізде қазір жұмыс жасап тұрған жоқ. Неге? Өйткені бізде мына видеода эффекті жоқ. Қазір эффекті салып көрсем. Міне көрдіңіз бе? Енді пайда болды бұл. Егер де керек емес болса, міне қасында мынадай сурет бар, корзина. Соны басып өшіріп тастауға болады. Жалпы мына инспекторда біздер көп жұмыс жасаймыз.
Өйткені видеоны жақындату, қашықтату, оңға, солға, жоғарыға, төменге, екі жандардың қию эффектілермен жұмыс жасау, осы инспекторде қаншама параметрлер бар, ползунуктар бар. Олардың бәрін қозғап өзіңіз практика ретінде жұмыс істеп көріңіз. Бұл өте қызықты. Достар, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.